Қасиетті Рамазан айы қарсаңында өңірдегі бақ басшылары терегекті. Акция Атырау телеарнасының директоры Қанат Әуеспайұлының ұйымдастыруымен өтті. Бұл игі іске Махамбет аудандағы Атырау агро өнімдері шаруа қожалығының жетекшісі Владимир Розметов мұрындық болған. Оған Каспиан Ньюс телеарнасының директоры Қазбек Кертаев пен Прикаспийская коммуна газетінің бас редакторы Нәсіп Шалабаева және Атырау ақпарат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Әлбек Татанов қатысты. Бір тал кессең, 10 тал ек қағидасын берік ұстанған халқымыз үшін ағаш отырғызу маңызды, сауапты істердің бірі. Бұйырса, осы телеарнаның жұмысшылары жемісін көріп, әрдайымда көлеңкесінде отырсын дегіміз келеді. Ал енді баршаңызды осындай акцияларды көптеп ұйымдастырып, осындай терек егу акцияларын жиілетіп және суарып өсуіне қамтамасыз етуге шақырамыз. Барша мұсылман қауымына келіп жатқан ораза айт қабыл болсын, деніміз сау болсын, оразаға дейін аман есен жетіп, еліміз тыныш болсын.